Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай сочный болып шығатын мантының рецептісін ұсынғым келіп отыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Алдыменен осылай жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Менде үлкен бір зуалы қамыр шығады. Шамамен 400-450 грамдай ұнға суменен қамыр илейміз. Суымызға тек тұз қана қосамыз. Жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Жұмыртқа қоссаңыздар қамырларыңыз қаясып қалады. Осылай июін қандырып жақсылап қамыр илеп аламыз. Аса қатты емес, жұмсақ емес, орташа көлемде етіп июін жақсылап қандырып илейміз. Илеп болғаннан кейін 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін илеген қамырымызды тағы да бір жақсылап июін қандырып илеп жібереміз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасында менде пияз, тартылған ет, фарш және асқабақ. Асқабағымыз көліктеп турап, пиязымызды жұқалап, майдалап тураймыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз, шамалы сұйық май құйып жібереміз. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде құйрық май болса, құйрық май қоссаңыздар да болады. Менде балдар оны ұнатпайды, сондықтан сұйық май құйып осылайынан жақсылап араластырып алыңыздар. Ендігі кезекте июға қанған қамырымызды жаямыз. Жұдырығымыздың көмегімен осылайынан шет-шетінен баса отырып дөңгелектеп жайып шығамыз. Осылай оқтаудың көмегімен екі шетінен аса қатты салмақ түсірмей осылай дөңгелектеп, әдемілеп жұқалап жайып шығамыз. Қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін арасында осылай ұннан сеуіп отырасыздар ұрпақ. Менде жұқа қамыр шықты. Енді осы қамырымызды төрт-бұрыш қылып кесіп аламыз. Ол үшін жаңағы домалақ қамырымызды оқтаудың көмегімен бір оңға бір солға етіп жиып аламыз дағы. Қажетті көлемде төрт-бұрыш қылып кесеміз. Оны ұзыншалап қайтадан жайып тағы да төрт-бұрыш қылып кесіп аламыз. Мінекей бізде жұп-жұқа әдемі қамырымыз дайын болды. Осы қамырларымызды біртіндеп жайып алып
ішіне қажетті салмамызды салып бөгіп шығамыз. Қарама қарсы төрт бұрышын бір-біріне өстіп қосып бүге бересіздер мінекей. Қамырды кесетін кезде ұрпақ сеппесеңіздер, ұн сеппесеңіздер, қамыр өзі жақсы жабысатын болады. Енді табамызды майлап аламыз. Жақсы түсу үшін манта барымызды. Сөйтіп бүккен мантыларымызды осылайдан жайғастырып шығамыз. Мантымызды салып жатқанда кастрөлімізге су құйып қайната береміз. Осылай жайғастырып болғаннан кейін бетін майлап жібереміз. Сұйық майдың көмегіменен. Енді қайнап тұрған кастрөлімізді жаңағы мантымызды қоямыз. Қайнаған суда 10-15 минут тұрғаннан кейін үстінен салқын судан сеуіп жіберсеңіздер, қамырларыңыз қаязымай, мантыңыз сочный болып шығады. Осылайынан салқын судан сеуіп жібересіздер. Бетіне осындай пленка жапсаңыздар да болады. Менің мантоваркамның крышкасы нашарлау, буы шығып кетеді. Сондықтан осылай пленкамен фольгалап жауып қоямын. Мінекей 45 минутта мантымыз дайын болады. Оған дейін подливін жасайық. Подливіне бір дана сәбіз, бір бас пиязбенен шамалы май құйып қуырып аламыз. Қажетті көлемде томат қоссаңыздар да болады. Мен салат қостым. Шым-шым тұз сеуіп, баяу отта қуырып аласыздар. Мінекей подливі де дайын болды. Мантымыз да дайын болып қалды. Міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай, беті қаязымай өте жұмсақ, сочный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ас болсын.